Еламан. Сосын Нұрсая басқасы қайда? Орындық беріп қойшы, отыр. Орындық ала келдеші кім? Ала кел. Кім? Еламанға бір орындық бер. Шынына біздің қазақтың балалары өте талантты. Өте талантты. Өйткені біздің қанымыз таза. Біз ана арабтар сияқты бір емшек ембесе болды деп үйлендіре бермейміз. Біз анау ата бабамыздан кері жеті руын сұрап, жеті ата араламай немене бермейді. Соны қыздарымызды мынандайға өсіреміз, біз тумашалап қоймаймыз, төрге шығарамыз. Кешегі Тамиристің ұрпағысың, жауға шапқан қыздардың Әлия мен Мәншіктің сіңлісің деп. Мына бар орындық бер. Бірақ қазақтың тәрбиесі қызға 40 үйден тиым, қыз деген нәзік, қыз деген отанас деп тәрбиелейді. Сол тәрбиеден біз ажырамауымыз керек түп тамырымыздан. Ал баланы айтады, ол отағасы, асыраушысы, отыра ғой. Асыраушысы деп, отағасы деп тәрбиелейді. Қыз баланы кішкентайдан ата-енесін сыйлауға, ер азамат сыйлауға сөйтіп тәрбиелейді. Осы тәрбиені біз ұрпақтарға жұғысты қылып жіберуіміз керек. Қыздарды тумашалап үйге отырғызып қоймауымыз керек. Қазақтың қызы білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сыңғыр қағып жүрс ақырын деген Абай айтып кеткен қазақтың қыз балалары, сәбилері. Давай енді қыздың жол жіңішке деген сөз бар, бірақ ол деген сөз қыз екінші болып сөйлейді деген сөз. Қазір жастар қателестіріп алған, тойға барған кезде жігіттер мен қыздар шығады да, қыздың жол жіңішке деп қызға сөз береді. Ақылды қыз, ана тәрбиесін көрген қыз айтады, ер азамат сөйлесін дейді. Сен қандай миллионер болып тұр, қандай керемет крутой бизнесмен болып тұрсаң да, күйеуіңді сөйлетуің керек. Ер азаматты жоғары қою керек. Сол кезде сенің балаң ер азаматты сыйлап өсетін болады. Сол кезде ол үйде береке болады. Сол кезде ол отбасы берік болады. Жақсы ма? Қызды келген кезде төрбеге шығару керек, беру керек, бірақ сондықтан кім сөйлейді бірінші болып? Бірінші болып Еламан сөйлейді. Ер азамат. Мына жерде 20 жастағы қыз келіншектер отырса да бірінші айту керек. Апаларым сөйтетін. 60-тағы апа суға келе жатса, 60-тағы балаға жол береді. Бұл ер азамат. Азамат болып өссін, оттың ағасы болып өссін, өзіне жауапкершілік сезінсін, бір үйді асырай алатын, елдің тұтқасын ұстайтын азамат болып өсірсін деп. Сондықтан Еламан, давай, не істеп отырсың, қандай жоспарың бар, сәуірге дейін қандай жетістікке жетесің? Жасың қаншада? 12-демін. 12-де толдың, не үйрендің? Жалпы Аламан жайлы айтып кетші, 40 күнде не үйрендің? Не істеп отырсың? Класстастарың байқап отыр ма? Не істеп отқаныңды? Давай, ұялма. Еркін елдің еркін азаматысың, ашық ұста батыл болыңдар. Жақсы. Ассалаумалейкум, менің атым Еламан. Мен маркетолог саласын таңдаған болатымын. Қазір анашымның кәсібін жүргізіп жатырмын. Анаң торт пісірмей айналысып жатыр. Игерді ме тортты? Тортты игеріп жатыр. Енді ертең Әсел апаймен бірге мастер-класс өткізгелі жатыр. Қай жерде? Осы Алматыда ма? Иә, осы Алматыда. Аха, мына Үржар әйгі жоққа шығамын деп еді ғой. Иә, олған 27-сі сондарда шығам дейді. Онда дайын отырған клиенттер бар ма? Бар. Қанша адам дайындап қойдыңдар? 10 адамдан бөлдік біз. Қанша группа? Бір 5-6 бар. 5-6 топ бар да, 10 адамдан. Әрқайсысы қаншадан төлейді? 6.000 деп қойғанбыз. 6.000, 50 адам 6.000-нан төлесе 300.000 теңге. Мен кімнің анасын білем, түнгі сағат 3-ке дейін, нешеге дейін ыдыс жуу ішеді? Түнгі сағат 3-тен 6-ға дейін істейтін. Түнімен барып ыдыс аяқ жуады, айлық табысы қанша еді? Онысын білмедім. Бір 35.000 теңге. Түнімен барып ыдыс аяқ жуады, 35.000 теңге. Қазір 300.000 теңгені 5 топқа өткізеді, ары кеткенде 1-2 аптаның ішінде де. Неше күнде өткізеді? Бір күнде 4 үйреткен жатыр. Бір 3-4 күннің ішінде 1 жылдық айлығын табады екен. Қараңдар, 8 ғана сынып бітірген, Қытайдан келген, ешнекенің жөнін білмейтін, компьютерді білмейтін, бір ауыз орысша білмейтін адамымыз қазір кәсіпкер болып, үлкен кәсіпкер болады Алла қаласа. Керемет торт жасауды үйренді, 12 жастағы баласы сату адамы, өзі өнім адамы. Бұл үлкен бір брендке айналуға әбден мүмкіншілігі бар. Қараңдаршы. Бала шағасын тастап, түнімен біреудің ыдысын жуып, 30.000 теңгеге, 35.000 теңгеге күн көру деген қандай азап өмір. Бір күнде жақсы өмірдің неменесі есігі ашылды. Еламан, анаңа ғана көмектесіп жатсың ба, басқа да бірдеңе істеп жатсың ба? Мен өзім ауылдан Олексті үйреткелі отырмын. Сосын мына жердегі кімге үйретейін деп жатсың? Балаларға. Жақсы, керемет. Міне болашақ тренер.
Мен айттым ғой, 1000 тренер дайындау керек деп те. Енді көз алдыңа елестетіңдер, осы 5 жыл осымен айналысатын болса, 17 жасында миллионер болып шығады, келісесіздер ме? Профи миллионер болып шығады. Қазір уақытының бәрін, уақыт нешеде тұрасың, нешеде жатасың, қалай өмір сүру салтың? Бұрын ана 8-9-ларда солай тұратын, мектеп уақытында ана 6-ларда ғана тұрдым, қазір 5-6-ларда тұрам. Жүгірумен айналысып жатсың ба? Иә, күнде жүгірем. Күнде жүгіріпсің ба? Күнделік жазып жүрсің ба? Күнделікті анандай үлгермей қалдым да, осы жаңадан сабақтар обновленка болды ғой. Соч дегендер басталды да. Мектепте сабағыңды алып жүрсің, мамаңның бизнесін жүргізіп жүрсің, тағы да қосымша балаларға немен жүргізіп жатсың да. OLX-пен де бірдеңе сатып жатсың ба? OLX-пен де өзім заттар салып жатырмын. Енді ана айклар, сол сияқты топтар бар еді ғой. Солардан өзім кішкене үстіне мана маржа қосып, ана балаларға сол каталог жасап отырмын қазір. Тамаша. Енді биылғы жылға қандай арман мақсаттар қойдың? Жаздың бар ма мақсаттарыңды? Арман мақсаттарды жазған жоқсың ба? Давай, бітіру кешіне арман мақсатын түгел жазып, распечатать жасап алып келетін бол. Жақсы ма? Арманы жоқ адам, қанаты жоқ құс дейді. Жақсы ма? Болашақ сенің анаңның кәртегенде өмірі қалай болады? Сенің ана сіңілдерің қалай, қарындастарың қалай болады? Саған байланысты. Осы 2 айға қойған неменен қанша, жотан қанша? Мен өзім 200 мың қойғам. Қаншаға жеттің? Қазір 30 мың теңге таптым. 30 мың теңге таптың ба? Жарайды, 12 жастағы мектептің баласына 200 мың теңге таба қою оңай шаруа емес қой. Өйткені тек қана басқа сабағы жоқ болса, мектепте оқып жатыр. 11-не дейін қаншаға жеткізесің? 11-не дейін 50 мыңға жеткізем деп отырмын. Енді мамаңнан клиент әкеп беріп жатсың, ол саған процент төлемейді ғой. Анашым ба, төлейді одан да. Дұрыс. Жоқ, ол өте дұрыс. Отбасылық бизнес болған кезде айту керек, осынша клиент әкеп берем, өзің тапқан, мынау сенің табысың. Енді осыны қайда жаратасың? Тапқан табысыңды қайда жаратасың 50 мың теңгені? Кім, Еламан? Мен ба оны қайтадан жазда бауырымды алып келем деп отырмын да, соған көмектесем. Қандай неме көмектесесің? Анандай немет? Сол курс оқуға ғой. Жақсы, сонымен және де өзіңді бір сыйлық жасауың керек. Қанша еңбектендің, сен тәнің шаршаған кезде соған бір рахаттандырып, бір демалдырмасаң, ары қарай сенің қуатың азайып қалатын болады. Жақсы ма? Осы табыс тапқаннан кейін бір 5 мың теңге, 10 мың теңге болсын, өзің қимай жүрген бір жерге барып, бір жақсы кинотеатрға барып, жақсы бір неменеге мамаңды апарып, бір жақсы ресторанға, бір 10 мың теңгеге бір жақсы ресторанға осы сабақ біткеннен кейін, жақсы ма? Әкеңді, мамаңды, қарындасыңды алып барып, 50 мың теңге тапсаң, соған уәде бер. Кемінде бір 20 жартысын бір жақсы бір жоғары жақтағы набаймен баратын болсаң, бір ресторанға түсесің де, апарып тамақ ішкізіп, суретін жібересің. Жақсы ма? 20 мың теңге тапқанда өзіме бір киім алған болатын. Жақсы. Жақсы, тамаша. Ол адамға сыйлық берген артефакт деген сол. Жақсы ма? Осы мамаңмен бірге бітіргеннен кейін Алматының ең жақсы бір крутой ресторанына барып, отбасыларыңмен сол жерде итальянский рестораннан тамақ ішіп отырған суреттеріңді мына бүкіл ағымға жіберетін бол. Уәде бересің бе? Жақсы, молодец. Жақсы, сен атың кім? Айта ғой. Менің атым Жанерке, мен 7-ші сынып оқушысымын. Жасым 13-те. Мен осы аламанға өзім ютубтан келіп көрдім. Сосын анамда келдім. Анаң сен алып келдің бе? Иә. Анаң қалай көрді? Не деп айтты басында? Басында анам айтты, жоқ, біз бармаймыз деп сөйтті. Неге? Өйткені сен бұны қайдан білесің деді. Сосын мен қызықтым. Өйткені біздің мектепте бір Алихан деген бала қатысыпты бұрын. Сосын мен де соны көріп ютубтан қызықтым да. Мен де келдім. Сосын анам екеуміз бірге келдік. Осы жерде 10-дыққа бөліндік. 10-дықпен доппен жасағанда маған қатты ұнады. Мектепте басында мен басымды төмен салып солай жүретінмін. Ал қазір менде самооценка пайда болды да. Мен өз басымды жоғары көтеріп. Құрбыларың байқап жүр ме оны? Иә, байқайды. Мұғалімдер? Байқайды. Сен жақсысың. Мамама бұрын айтатын, сіздің қызыңыз деген көп сөйлемейді, тұйық деп. Иә, солай айтатын. А қазір осы жаққа келгенде басымды жоғары салып, көп сабақ айтып, достардың алдында өзім жақсы ұстаймын. Рухың көтерілді бе? Тамаша, керемет. Тағы не үйрендің?
осы істеп жақтан жатырсың? таргет бәрін жасауды үйрендім. OLX-ке салып жатырмыз. Мамам өзі күміспен айналысатын болды. Именный кулон деген бар ғой. Сонымен айналысатын болды. Анам қазір уже заявкалар алып жатыр. Енді мен негізі өзім 8.000 теңге таптым қазірге. Енді мен өзім жаңағы корейский заттарды алып, солармен айналыссам ба деп отырмын. Маған Нұрсая тәте көмектесіп жатыр. Көп көмектесті. Арман мақсаттарымды жазып, сіздің айтқандарыңызды бірге бір орындап жүрмін. Аха, спортпен айналыса бастадың ба? Спортпен айналысып жүрмін. Өзім негізі мектепте бізде қосымша сабақ бар, йогамен айналысады. Сол йогамды жазда өзімдікін ашсам деп отырмын. Тамаша, йогамен айналысып, сол басқа балаларды соған тәрбиелеуді. Иә. Тамаша, керемет. Қанша арман мақсат жаздың? 100 арман мақсат жаздым. Аха, соның ішіндегі ең керемет қайсы айтып берші? Ең кереметі менде болашақта сізбен бірге командаңызда қалу. Аха, үлкен кәсіпкер болуды. Иә. Аха, Қазақстан. Керемет, тамаша. Қуаныштымыз. Айта ғой. Менің есімім Нұрсая, осы Бизнес-бастаудың командасындамын. Жастар клубы деген клубты аштым. Аламан жастар клубы деген, 15 жастан төмен балаларды қазір жинап жатырмын. Аптасына 2 рет. 5-ші күн сабақтан кейін бұларға жеке көңіл бөлемін. Және де 7-ші күн сайын тауға шығамыз. Тамаша. Өзім жасым 15-те, Қызылорда қаласында тұрамын. 9-шы сынып оқушысымын, бірақ справкамен жүрмін. Өзім ауылдың қызымын, бірақ осы Алматыға әке-шешемнің қолдауымен осы командасында жүрмін. Бизнес-бастаудың. Анам да осы жақта. Осы ең үлкен осы жылғы арман мақсатының бірі жастар клубына үлгі болу. Келесі 31-ші ағымға вообще супершский болайын деп тұр. Осы екі бала, ең активный балалар, негізі 5-еу бар. Ең кішкентайы 9-да. Сен жасың нешеде өзің? 15-темін. Міне 15 жастағы жас қыз бала, міне мамасына мен керемет алғыс айтқым келеді. Көбі балаларына жауыздық жасайды. Қанатын кеседі. Жауыздық жасайды деген анаған жағдай жасап берейін, мынаны көмектесіп берейін. Айналайындар, өмір бойы қасында жүрмейсіңдер. Тауық тәрбиелемеу керек, қырандарды тәрбиелеу керек. Ананы демеп жіберетін болсаң, қанатын кесіп жіберетін болсаң, ол қанаты істемейтін болып қалады. Өзі қиналып, қанаты қатайса, ол дауылға да, желге де қарсы ұшалатын болады. Соңен мамандық деген бір жаман немене шықты да, мамасы таңдап берген мамандық. Бала өзі ізденіп, өзі табатын болса, кейін кәртегенде сені асырайтын болады. Міне ауылдан келген, ана жақтан жатқан бала өз еркімен келіп, мынандай керемет нәрсені жасап жатыр. Және жоғарыдан бізде жас отаны аш деп жоғары жақтан айтады ғой. Ешкім біз айтқан жоқпыз осыны аш деп. Өз жүрегімен, өз ниетімен ашып жатыр. Енді сенуге болады, Қазақстанды шынымен біз жақсы қолға еріткізіп бере аламыз егеменді елімізді. Осындай жастар бар кезде. Және де қазіргі заманның кереметтілігі, міне YouTube'дан қанша 100.000 адам көреді мектептегі балалар. Жастардың сарайы ашылады. Оңген осы елдің иесі сендерсіңдер. Осы елдің иесі сендерсіңдер. Мәңгілік өмір жоқ. Біз мұнаны қабылдап алдық аталарымыздан, бұны жетілдіріп, сендердің қолдарыңа беріп кетуіміз керекпіз. Өйткені менің де кішкентай немерелерім өсіп жатыр, менің де балаларым өсіп жатыр. Сендер бірігіп осы елде өмір сүресіңдер. Жақсы, сені барлық күшпен кім Нұрсая қолдаймыз. Сен бірақ Қызылорда қайтып кетесің ғой енді. Қайтпаймын. Алматыда қаласың ба? Алматыда. Ата-ананың рұқсатын алдың ба? Иә, рұқсатын алдым. Анам да осы жақта. Супер, керемет. Қол соқпайық жастарға. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанынан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Алашатын аспанға шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін деп Мағжан осы күнді армандаған болатын. Тура жаңа айтып кеткен кейін 100 жылдан кейін міне біздің жастарымыз 12, 13, 15 жастағы балалар өз еркімен, өз рухымен шығып жатса, бұл бір жиналып қалған қазақтың бойындағы энергия. Бұл қазір 3 болып отырса, келесі ағымда 10 болады, сонан кейін 100 болады, сонан кейін 1000 болатын болады. Енді мектепке осы кәсіп таңдау, болашақ кәсіп таңдап алу, кәсіпкер болу сабағын мектепке кіргізу менің арманым. Соны осы аламан арқылы, жастар арқылы кіргіземіз Алла қаласа. Мектептен шыққан кезде не істеймін, қайда барам деп емес, 9-10 сыныпта ол нақты білу керек. Қандай мамандық таңдайды, еліне қандай пайда келтіреді, қоғамның қандай проблемасын шешіп береді, соны білуге тиіс. Біреудің жетегінде қамыт емес, еліме қызмет істеймін, жасаймын деген жастарды біз тәрбиелеп өсіреміз. Керемет, қуаныштымыз, қол соқпайық. Сонымен жақсы, не айтасыңдар өздерінің экранға, өздерінің түрегеп, неме айтыңдаршы?
өздерің сияқты жас балаларға еламан. Қазір сабағын оқымай, күндіз түні телефон шұқылап, Инстаграм шұқылап, болмаса ана ойындар бар ғой, немен ойындар ойыншы еді. Warcraft, Dota ойнап отырған балаларға айтшы, ойнайсың ба Warcraft? Ойнап бедің? Болған шығар ойнаған. Мен тек Майнкрафт қана ойнадым. Майнкрафт соларға айтшы, осы ойнап жатқандарға қандай мүмкіншілік бар екен, не істеу керек екен? Экранға қара. Осындай мен біздің сыныпта да бар, осындай балалар сағат түнгі 3-те, 4-те бірақ ұйықтайтын, ойын ойнап, ВК, Инстаграм отыратын. Оны сабақта да өздері маужырап, түк түсінбей отырады. Соның бәрін тастап, өмірді, болашағыңды өзің жасайтын мүмкіншілік бар, да? Соны ойынды тастаңдар, ойын ойнаған азат, доп ойнаған тозат, бәрінен де бизнес бастауға кеп, кәсіп жасаған озады. Давай, сен айдай ғой. Менің барлық балаларға айтатыным, осы бизнес бастауға келіп, өздерінің миларын одан да көбірек жетілдіріп, осы Нұрсила ағайдың білімін алып, рухын шынықтырып, алда биіктерге жете берсін. Өзінің болашағын өзі жасайтын жастарға айналсын деп. Мен ойлаймын, осы жастар клубы деген клубпен біз барлық Қазақстанның Аламан жастар клубы деп. Аламан жастар клубының мүшелерімен бірге барлық Қазақстан балаларын оятамыз деген сенімдемін. Осы жылғы арман мақсаттарым ең үлкені осы. Давай, бірге айтамыз. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Бірге айтамыз қазір. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Тамаша. Міне, Сұлтан Махметтің ұрпақтары, мала жарайсыңдар айналайындар. Отыра ғой.